Кеш жарық қымбатты менің көрермендерім, жаны жайсаң менің аса қадірлі көрермендерім. Мен қазір дәл осындай екі түрлі нан пісіретін боламын. Кәдімгі қарапайым баяғыдағы әжемдер мен анамыздың нан ашытуындай нан ашытып жастарға көрсетейін деп жатырмын. Алдыменен міне бір қасық ашытқы дрожжин. Соған міне шекер салып қоямыз түбіне, араластырып, енді оған жылы су құямын. Шыныны толтырмай жылы су құйып, міне жылы жерге қоя тұрамын. Тұз, су, ашытқы. Енді қазақта айтады ғой, қолды шайлап деп. Сол шайлағанға бір 70-80 грамдай май. Міне енді пішімля деп нанымды ашытуды бастап жатырмын. Өзім нан ашытып, нан пісіретін болғандықтан, енді білмейтін жастар болса, көрсін, білсін дегенім. Домалақ бауырсақ пісіріп көрсетемін кәдімгі баяғыда әжемнің қарапайым пісіретін бауырсағы, тапа наны. Нанды неғұрлым жұмсақ илесе, нанда сондай жұмсақ шығады. Енді міне біраз сумен илеп алдым. Енді ашытқымызды қосамыз. Алдына ала осылай істеп алған себебім, ол кейде ашытқыға сенім жоқ қой, дүкендікі болғандықтан. Уақытысы асып кеткен болуы мүмкін. Сондықтан көз жеткізу үшін алдыменен осылай ашытып алған дұрыс. Барлық тағамдар майлы, тәтті. Тағамдардың бәрі денсаулыққа онша пайдалы емес. Онсыз да ұнымызда да құрамы дұрыс емес. Баяғыдай ұн жоқ. Сондықтан тәттіге көп әуес боп, нанды тәттімен илейтіндерге мен енді дұрыс емес деймін. Шелпекті, жұқа нандарды қант қосып илейді. Ол мүлде дұрыс емес. Кәдімгі осындай қарапайым илеспен илеу керек. Міне енді бір шетіне кішкене шығарып қоя тұрайын, қалғанын илеп алайын, аз ғана. Міне қолымды көбінесе суменен шайлап деп айтады ғой, суменен қолды шайлаған дұрыс. Енді міне шамамен бір аз ғана көз мөлшермен бір 20-30 грамдай майменен шайлап отырса, жабыспас үшін ғана. Баяғыда әжелеріміз, аналарымыз ешқандай май қоспай-ақ, сорпа болса сорпамен қалған. Сонымен нан ашытатын қандай дәмді, қолдың ашытқысымен. Таза бетіне кішкене май жағып, енді нанымызды жақсылап, қазақтарды білесіздер ғой, жақсылап тұрып, қалың орап, одеялдармен жауып тастаймыз ғой. Міне, енді жыллап орап. Енді бір ашығаннан кейін, бір илеп қойып, басып қойып қайтадан 15-20 минутқа қойып қойға болады. Міне менің наным дайын болды.
2 сағаттай тұрып қалды. Кішкене бір шаруалармен. Міне, осындай қымбатшылық кезде май анау қоса берудің қажет жоқ қой. Қарапайым ғана істеуге болады. Міне, баяғыда әжемнің, аналарымыздың кәдімгі домалақ бауырсағын пісірейін деп жатырмын. Ешқандай бірдеңке менен фигура жасаудың қажет жоқ. Бейтіп лаңман ескендей есіп аламыз. Аздап тындырып қоямыз есіп қойғаннан кейін. Осылай озыннан тіліп алайын деп тұрмын. Нан деген керемет жұмсақ. Арасында әңгіме болып тұрсын, отырып кейбір жастар болсын, кімдер екенін әйтеуір отырып мін тағып отырады. Қайта осы халқымыздың біз сияқты үлкен кісілерді қошеметтеп, жастарды, оларды да қошеметтеп сыйлап мін таға бермеу керек қой. Бұның бәрі еңбек. Білгенге маржан, білмегенге арзан дейді. Бір видеоларымда қазақта тіс шұқығыш болмаған, өтірік айтпаңыз, айналайындар-ау, қазақты өзіміз сонша төмендетудің қажет не? Қазақта тіс шұқығыш болған, о заманда барлығы да осындай современный болмаған ғой. Тіс шұқығышты ырғайдан, қарағайдан, кәдімгі тобылғыдан жасап алып, біздің аталарымыз төс қалталарына салып жүрген. Өз көзіміз көргенбіз әкемізді. Сондықтан арзан болмай кішкене үйренуге, қызықтап, соны тыңдай білген деген ол мәдениетке жатады. Міне, қымбатты көрермендер, мен өстіп, міне, лаңман құсатып, өстіп есіп қойдым, міне. Оны бірдемемен ойып, қажет емес. Анды өстіп, керемет жұмсақ қылып істеп алып, міне, лаңманның нанын ескендей, өстіп, өте қатты жіңішке қылмай, қатты қалың қылмай, өстіп есіп, тындырып қоямыз кішкене. Міне, домалақ бауырсақты осылай есіп қойдым, міне, есіп деп айтады бұны. Міне, осылай, былай бір аунатып, міне, тураған кезде, міне, осылай істейді, міне. Оған ешқандай бір стакан, шыны дегеннің қажет жоқ. Мына жаққа қоя тұрамыз. Орамалға қоя тұрайын, майым қызғанша. Өте жұмсақ, қолға жабысып тұр. Ол сондай болғаны жақсы да, бауырсақ та сондай жұмсақ болады. Менің бауырсағым дайын, майым қызып тұр, бисмилля деп, міне, домалақ бауырсақты пісіріп жатырмын. Міне, нағыз қазақтың домалақ бауырсағы осы болады. Бұның ең ерекшелігі, және соны айта тұрайын сіздерге, бұл майды аз жұтады. Қатты майлы болмайды.
міне бүйтіп ұсақ күлше пісірейін деп жатырмын. Иә, екі түрлі нан, жартысы бауырсақ, жартысы күлше. Духовкамызды қыздырып 180 градусқа қыздырып жатырмын. Бисмилля деп күлшемді салайын міне. Шетіне май жаға салайын анан. Бір-біріне. Шетіне май жағып қояйын нан. Жабысса жылдам алынатындай. Енді жұмыртқаның сарысын жағып қояйын, кішкене әдемі болып піссін. Азғантай ғана сүт қостым. Өстіп, тандырнанды сағынғанда осылай пісірсеңіздер болады. Күнжі сеуіп жатырмын аздап. Әрі дәмді, әрі әдемі болсын деп. 180 градуста дайын тұр. 35 минутқа пісіруге болады. 30-35 минутқа. Әр қымбатты менің көрермендерім, міне мен қарапайым ғана ештеңе қоспай, кәдімгі су, тұз, ұннан ғана ашытқымен ашытылған қамырдан екі түрлі нан пісірдім. Міне қонақ келгенде дастарханның сәні, өздеріңіз сатып алмай, үй жағдайында пісіріп аласыздар. Міне қазақтың нағыз домалақ бауырсағы мынау. Сіздерге оны көрсеттім, қалай кесіп, қалай істеу керек екенін. Егер де менің осы екі түрлі наным ұнап жатса, лайк басып, қошеметтеп, және де бір бармақтарыңызды басып кетіңіздер. Келесі жолы жоғалтып алмас үшін жүрекшені басып қойыңыздар. Ендігі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.